басқа жерден қарастырып қазір білмей жерді қазып шағалына дегенде басқа заводқа білмеймін сол қазір курсы дейміз. Бәрін аржағында тиіп тұр ашы, 100 метр бар. Жоқ, аға, сіз Просто об участии, ничего вы не подписываете, просто что вы послушали. егер маған қатысушы ретінде не алмасаңыз, мына жерде мысалы ұсақ құжатқа қол қойылып жатыр деген сөз бар ма? Ондай ештеңе жоқ, оқып көріңіздер. Қатысушының міне дайын тұр ғой. Жоқ, ешқашан мен сіздерге әшейін зат алып келмеймін. Дайын тұр, бәрі дайын тұр. Олар қателеспеңіздер. Қанша жылдан бері істеп жатыр? Астында міне бәрі қашып тастайды болды. Ona жолға істеген, мысалы жол шағалға берілді, соның қызығын кім көрді мысалы? Сол жер қызығын... Біреу көрді? Солай көрді, соның кім көрді? Алып көрген жоқ оның қызығын. Не шағал бермей көрді? Жақындап па бермейді? Жүргізбейді жолын. Енді ауылда көргендер бар жоқ. Мысалы бізде мен әншейінде бейіттен елден шағалары бар ғой. Солай емес. Оны үйретті, ұқсат береді. Оны істейтін алып жасайтын завод басқа жерде. Ол келесінде машина жабар, асфальтты да ұқтады, жолды да ұқтады. бастай береміз баға? Сен үлкен видеозапись жүріп жатыр да? Қоймайсыз ба? Қоғамдастық мүшелері бар ма? Ауыл билері бар ма? Қоғамдастық кеңес мүшелері ауыл билері. Солар қоя берсін. Қатысады ғой, өйткені халыққа жеткізеді ғой солар. Бастаңыз, қорсаңыз, сіз уақыт жоқ. Иә, бастап төрағамен хатшыны сайлауды баяндалған маған. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар тіркеу, келісілген уақытында қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес қоғамдық тыңдаулар ішкі әкімшілік аумақтық бірліктің әкім аппараты өкілінің төрағалық бастамасымен және мүдделі спецшіліктің қатысуымен өткізіледі. Жер асты сулары барлау жұмыстарына сәйкес 13,5 және 15 метр тереңдікте кездестірілмеген. Бұл жерде санитарлық талаптарға сәйкес
жаңағы ережеге сәйкес карьердің санитарлық қорғау аймағы 100 метр болу керек, яғни сол 100 метрде тұрғын үй болмау керек. Сіздің сұрағыңызға жауабым. Бұл жерде 100 метр емес, 287 километрде бізде тұрғын үйлер орналасқан. Алып жатқан жер аумағы 14 гектар. Осы 14 гектардан 10 жыл бойы құм қиыршықтас қоспасын өндіру көзделіп отыр, бірақ 14 гектардың барлығы осы 10 жылда игеріледі деген сөз емес. Мүмкін 10 гектары, мүмкін 4 гектары, қаншасына үлгереді 10 жылда. Сонша аумақты бұл кісілер құм қиыршықтас қоспасын игереді. Жаңағы айтып отқан, сіздердің сұрақ қойып жатқан 5 жылдық құм қиыршықтас қоспасы кен орнының жаңа қоры 1973 жылы бекітілген нөмірі 300 хаттамамен. Бұл жерде А, Б, С1 деген А, Б және С1 деген категориялар бекітілген. Ол қордың көлемі 4478,1 мың куб құрайды. Қалған қорлар, ол кездегі қор 73 жылы бекітілген қордың көлемі осы. Ал қазіргі қоры 3.886.000 куб. Яғни 3.886.000 куб құм қиыршықтас қоспасының көлемі бар деген сөз. Өндіру мөлшері қазір өндіру мөлшері бұл жерде енді календарный график дейді ғой, план горных работ. Бұл жерде тау-кен жоспары жасалынады. Бұл кісілерге кен орынды игеру үшін ол тау-кен жоспарында алдағы 10 жылда жылма-жыл қанша құм қиыршықтас көлемін, қаншасын қазып алып артып кететіні туралы мәліметтер жазылған. Сол мәліметтерге сүйене отырып мен сіздерге айтайын, 25 пен 34 жыл аралығында 25 жылы 20 мың куб тас қазып алынып тасымалданатын болады. Заводқа дейін ол тоннаға айналдырса 41.400 тонна жылына. 26 жылы 50 мың куб. Ол тоннамен 103-те 500 тонна, 103.500 тонна. 27 жылы 100 мың тонна, 100 мың куб, 207 мың тонна. 28 пен 34 жылдар аралығында 200 мың кубтан, яғни тоннамен 414 мың тоннадан бұл жерде құм қиыршықтас көлемін өндіру қарастырылған, көзделіп отыр, жоспарланып отыр. Ал енді құм қиыршықтасты алғанға дейін бұл жерде топырақтың беткі қабаты бар, білесіздер, скрышная порода дейді, аршыма жұмыстары 11,2 мың куб жылына, яғни тоннаға айналдырсақ ол 17.920 тоннаны құрайды. Яғни бұл топырақтың беткі қабаты, құнарлы қабаты. Ол алынады да спецсатып дейді. Осы 10 жыл бойы алынып жатқан жер қыртысының бөлімі жаңағы үйіндіге өзіне арналған, әдейі арналған үйіндіге сақталынып, кен орын 10 жылдан кейін игеріліп болған екен, карьердің бүйірлерін тегістеу үшін рекультивацияға бұл көлем қайта қолданылатын болады. Қайта жабар. Мысалы, қазір бұлар кен орнында рұқсат құжаттарын әзірлеп болғаннан кейін бастайды ғой, ол әр жылына 20 мың куб өндірілген екен, оның жаңағы бұрыштық несі 70 градустық болуы мүмкін, 45 градустық болуы мүмкін, ол сол күйінше еңістік шұңқыр күйінше қалмайды. Ол соны алып қазып болған екен, ол ең кемінде 30 градусқа тегістелініп өтеді. Өйткені олардың өздерінің автотранспорттарының жүруіне де ыңғайлы болу үшін. Ол еңістікке түсіп кетуі мүмкін ғой автотранспорттың. Сол үшін бұл жерде сіздер айтқандай үлкен құз шұңқыр қалмайды. 30 градусқа тегістелініп өтеді жұмыс барысында. Ал кейін рекультивацияда ол 45 градусқа дейін тегістелетін болады. Жұмыс уақытын айта өтейік, 250 күн 8 сағаттық бір ауысымда жұмыс істейді. Түнде ешқандай жұмыс жоқ, шу түнгі уақытында бөлінбейді. Ешқандай тұрғынның жаңағы жалпы айтқанда физикалық күшімен мазасын несіне тимейді. Карьердің қызмет ету жаңағы мерзімі 10 жыл деп отырмыз, өйткені бізге лицензия 10 жылға беріледі. Ал Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес бұл кен орындар екінші категория санатына жатады. Ал екінші категория санатына жататын объектілер табиғатты басқару және қорғау несінде басқармасынан 10 жылға рұқсат қағазын алады. 10 жылға. Жалпы негізі қолданылатын бізге жаңағы техникалық құралдар ол бізде автотранспортта мына кәдімгі өзімізге белгілі самосвал, бульдозер, жаңағы экскаватор,
суару машиналары, поливомоечная машина дейді ғой, ешқандай жару жұмыстары жүргізілмейді, химиялық заттар шашылмайды, барлығы механикаландырылған әдіспен, экскаватормен қарапайым түрде қазып алынады, автосамосвалға артылады, алып кетеді және жаңағы егістік жерлерді бульдозермен тегістеп отыратын болады. Ал шаңданудың жаңа әсерін басу үшін бізде поливомоечная машина, суару машинасы қолданылатын болады. Ол шаңды 85%-ға дейін бәсеңдетіп отыратын болады. Аталған бізде атмосфералық ауаға әсері, жалпы кен орнынан әсері бар, жоқ емес, шаңдану әсерінен ластаушы заттар бөлінетін болады. Кен орнында 8 ластаушы көзі анықталған, оның барлығы осы техникалар жұмыс істелген кезде пайда болады. Бізде дизельді генератор, яғни ол жерде жарықтандырудың мәселесін шешу үшін дизель генератор қосылатын болады, бульдозер, ашу тиеу жұмыстары кезінде пайдаланылады, автосамосвал, сосын экскаваторлар, құм қиыршықтасты қоспасын қазу кезде, арту кезінде пайдаланатын жанармай құятын цистерна, яғни топливозаправщик дейді ғой, соның сол көзден шығатын ластаушы көзі саналған және суару машинасының жұмысы кезінде ауаға бөлінетін ластаушы заттардың көзі қарастырылған. Бұл жерде 2025 жылы атмосфералық ауаға 5-8 тоннадай ластаушы шаң тозаң бөлінеді, 26 жылы 7-6, 27 жылы 10-5 тонна, 28 пен 34 жылдар аралығында 16-5 тоннадай көлем шаңның ластаушы заттардың көлемі бөлінеді. Бұл ластаушы заттарды бұл кісілер экологиялық рұқсат алғаннан кейін бізде экология департаменті бар Жамбыл облысы бойынша. Осы нормативтен 10 жыл бойы асып кетпеу үшін әр квартал сайын бұл кісілер бұл жерде мониторинг жүргізеді. Әр кварталда асып кетіп жатқан жоқ па шектен. Төмен кетіп жатса, ол нарушениеға жатпайды. Асып кетсе нормативтен, ол нарушениеға жатады. Сол кезде бұлар өздеріне соны аталған жаңағы бұзушылықтың орнын жою үшін жаңағы іс-әрекеттер жасалды. Бұл жерде атмосфералық ауаның ластану таралу ауқымы бойынша шығарындылардың ластану сейілу есептерін жүргіземіз біз. Сол сейілу есептеріне сәйкес бізде жаңағы 100 метр дейді ғой, санитарлық қорғау аймағы бізде. Әсер ету аумағы да 100 метрге дейін барады, яғни карьердің аумағынан бізде шаңдану ары қарай шектері шықпайды. Бір ПДК дейді, бір шектер рауалы концентрациядан аспайды біздің есептемелер бойынша. Енді кен орнының жұмыстарының су қабатына әсері. Бұл жерде енді суды жоба бойынша тасымал сумен алып келінеді деп айтылған, ауыз су. Ол жерде көп емес 11 жұмысшы жұмыс істейтін болады да, ауыз суға тасымалдану суы және карьерді ылғалдандыруға техникалық сулар қарастырылатын болады. Ол лас сулар, сарқынды сулар карьердің аумағында бетондалған шұңқыр қазылады, немесе водонепроницаемый емкость дейді, сол емкостьқа су жіберілетін болады. Ешқандай лас сулар жерге кетпейді, жер астына сіңдірілмейді. Ол сол сыйымдылыққа құйылып, ол толу мерзіміне қарай келісім шарт арқылы тазалаушы имараттарға жіберілетін болады. Тараз жақын 15 км арақашықтықта. Сол сияқты бұл жерде тұрмыстық қалдықтарға келетін болсақ, тұрмыстық қалдықтар бізде 3 түрі пайда болады. Аралас коммуналдық қалдықтар, ол жұмысшылардан пайда болатын қалдықтар. Сосын топырақтың беткі қабаты дейді ғой, скрышна аппараты, сол пайда болады. Және майлы шөгірттер, техника бұзылған кезде сүрту есебінен пайда болатын қалдықтар. Олардың көлемін айтып өтейін. Аралас коммуналдық қалдықтар, олар қауіпті емес қалдықтар класына жатады. 0,514 тоннаны құрайды жылына. Ал қауіпті заттармен ластанған майлы шүберектер 0,381 тоннаны құрайды жылына. Ал ашыма жұмыстары кезінде пайда болатын қалдықтар 10 жылда, әр 10 жыл сайын 17.920 тонна. Яғни бұлар белгілі карьердің белгілі бір бөлігінде спецсатывалда сақталынады, культивацияға қайта қолданылады. Бұл бөлігі тек қана пайдалы қазба ПГС салынады бұл кісілерде. Өсімдік және жануарлар әлеміне келетін болсақ, жаңа картаны көрдіңіздер ғой, жер беті теп-тегіс, бұл жерде ешқандай орман алқаптары жоқ, ерекше қорғалатын аумақтары да жоқ бұл жерде. Жануарлар әлемінде сондай қызыл кітаптарға сирек кездесетін тізімге енген өсімдіктер мен жануарлар әлемі бұл жерде тіркелмеген. Жалпы бізде осы экология рұқсат қағазының жаңағы материалдарын дайындалуымен мынандай болады, спецсатып осындай контейнерлерге салынып, тұрмыстық қалдықтар арнайы контейнерлерге салынып,
толуу мерзимине карай мердігер компаниялармен шығарылатын болады, келісім шарт арқылы. Оны қайда апарасың? Жер Мысалы, ТГО-ны полигонға апарады, басқа майлы шүберектерді утилизация дейді, пеш жандыратын, пештен өртейтін, қайта жаңа өңдейтін организациялар көп қой, сол кісілерге договор келісім шарт жасасу арқылы апарады. Оларға да бұл жұмыс істейді. Жобаның негізгі артықшылықтары Жамбыл ауданы, Жамбыл округі инфрақұрылымының өсуі, жұмыс орындарының пайда болуы. Яғни бұл кен орны ашылғаннан кейін 10 жұмысшы болсын, 20 жұмысшы болсын, осы жергілікті халықтан жұмылдыру көзделген ауылды жерлерді арзан материалдармен қамтамасыз ету және салық есебінен жергілікті бюджеттің көбеюі. Бұл кісі қазір таразда тіркелгенмен мүмкін алдағы уақытта осы ауыл округке тіркелетін шығар. Салық есебі, зейнетақы бар, автотранспорттан шығатын салықтар және жер қойнауын пайдалану салығы бар, өздеріңіз білесіз, соның барлығын осы жергілікті салық органына төлеп отыратын болды. Сол есебінен ол қанша көлемде екенін білмеймін, өзіңіз білесіз, зейнетақы 10%, қалған жер қойнауы 20%-дан жоғары болу керек. Оны енді бухгалтерия жағынан өздері шешеді. Біз осы құжаттамаларға сәйкес қоршаған ортаны қорғау бөлімі, қоршаған ортаның нормативтер жобалары, қалдықтарды басқару бағдарламасын және экологиялық бақылау бағдарламалары және іс-шаралар жоспарын қоса әзірлейміз. Бұл бағдарламаларда бұл жаңағы табиғат пайдаланушы шектен шықпай, ластаушы көздерді асыра сілтемей бөлінуіне жол бермеу үшін осы бағдарламалар жаңағы жасалған. Бұл бағдарламада бізде санитарлық қорғау аймағын көгалдандыру көзделген. Бізде санитарлық қорғау аймағы 100 метр, сол 100 метрді 100 түп тал болсын, 50 түп тал болсын, ол кісілер көгалдандырады осы жылдар бойы. Және санитарлық аумақта мониторинг, әр квартал сайын мониторинг жүргізетін болады. Ол мониторинг ластаушы заттардың артып немесе кеміп жатқан көрсеткішін көрсетеді. Ол көрсеткіштер есептемелер жаңағы департамент экологиясына жібереді, Жамбыл облысы бойынша. Сосын бұл жерде жаңа айтып өттік қой, түтіннің қалдықтары шашылып егерге жатпай, толу мерзіміне қарай договормен шығарылады, сарқынды суларды жер астынан кетпейді, бетондалған шұңқырға төгіліп, тазалаушы ғимараттарға жіберіледі. Кен орны толығымен игерілгеннен кейін бұл жерде рекультивация, проект рекультивация, план ликвидация деген екі жоба қарастырылды. 34-ші жылы игеру аяқталады ғой, 34-ші жылдан бастап бұларда рекультивация басталды. Ол рекультивацияда техникалық рекультивация және биологиялық рекультивация қарастырылады. Техникалық өздеріңіз білесіздер, қазып кеткен жерлерді еңістерін тексереді 45 градусқа дейін, малдың жаңа өлімі, адам өлімі болмау үшін, ал биологиялық рекультивация ол жерге қалпына келтіру үшін 5 жыл, 4 жылда өздерінің өсімдік тұқым тастарын сеуіп, оның қайтадан өз қалпына келуіне икем жасайды. Осылай менің баяндамам осымен тамам. Сұрақтарыңыз бар? Алай баяндаманы талқылайық. Сіз өзіңіздің жұмысыңызды бітірдіңіз ғой, иә? Енді бізге ол сіздікінің керегі жоқ, ол сіз өзіңіз үшін керек ол бізге, түсінігім бойынша. Бізге мына именно осы адамға конкретно бәрін түсіндіріп беретін, қаяққа апарат, осы жерден соға ма, одан болашақта не болады, сол керек бізге, болды басқасын. Осы кісінің жібергенде директор денсаулығына сай келе алмаймын деді. Сосын өкіл ретінде бір кісіні жіберуіміз керек деді. Осы кісінің оң қолы осы кісіні жіберген. Бұл кісіні не түсіндіріп беріңізші кәдімгі бізге. Не, ну... Давайте на русском. Ну, что сияқты было сразу. Ни туда, ни сюда было. Как нам объяснить, как же объяснили все, что мы здесь только проводим работу по... Мен айтайыншы аға, кен орын, ол жерде біздің тау-кен жоспары қарастырылып жатыр. Тау-кен жоспарына қоршаған ортаны қорғау бөлімін істеп, басқармаға біз тапсырамыз, әлі тапсырған жоқпыз. Бұл жерде тек қана кен орын қарастырылып жатыр. Ешқандай тасымалдайтын зауыт емес. Рұқсат берсе ашады, рұқсат бермесе ашылмай ма? Не ол? Солай бола ма? Сіздердің жоқ. Жоқ, олай бола ма? Ойларыңыз тіркеледі, видеоға тіркеледі, басқармаға жоқ, сізге біздің заң бойынша міндетіміз сіздерге хабардар етіп, біз қарсы болсақ, ал біздің қарсы болсақ, ашылар ма ашылмай ма? Сіздер қазір конкретті сөз айтыңызшы.
Олдуға қайтамайды ешкім. Сіздер қазір Бұл кісі мүмкін бұл сіздер бұған ұспай ақ қойсаңыздар бұл жұмысы елдермен кездесу жасау и соны аяққа отчет беру міне бардым жалпы өмірге кездесу жасау бұл кісі ештеңе айтамайды ол. қарсы деп айтамын. Бірінші мен айтайын рұқсат болса. Сіздер қазір енді 14 гектар жерді дайындап отырсыздар, осы жаңағы істейтін тіршіліктеріңізге. Осы жердің нақты қай жерде түсетінін білесіздер ме сіздер өздеріңіз? Картаны анықтап көрсетіп беріңіз. Картадан анықтап көрсетіп беріңізші. Мен бұл картаны қайсыз сіз ашыңызшы соны. Жақсылап анықтап алыңызшы. Болады, қайда Болат, айтшы. Сейчас. Так, тоқтаңыз. Мынау 5 жыл мынау. 5 жылдық деген мынау ауылымыз. Ага, 5 жыл. Я. Вот трасса. Мынау трасса. Ага. Мынау трасса 25 22. Алматы мына жақта. Ага. Шымкент мына жақта. Мына карьерлері бұл кісілерді мынау 5 жылдықтан 2-8 километр жерде. Почти 3 километр. Машаға қарай ма? Иә, Машаға қарай. Мынау трассадан мына. Трассадан 150 ма, 200 метр ма сондай. Жоқ ей. Жоқ, жер ұшпайды, ада, мен қазір сізге көрсетіп беремін, оны қандай Шаға былай тұрсыз. Ауылдан трассаға жүрмін. Мынадан бұл айтымыз ғой, былай жүріп барып Прямой көрмесін. жердің бәрі трассадан жайын Трассадан жетіп, аржандар кетіп, 1 километр болмайды. Мына жерде қанат жердің карьері Қыздыңшы Қараған жоқ. Мысалы қараңыз, ол кезде даже ауылда да активный емес еді. Кім не істеді, бәрін балықтың бәрін істеді кетті. Қазір жер қазу үшін де бәрін документтермен түгендейді. Одан кейін сол документке сай келеді деп жұмыс істейді. Қазір негізі болады. Қазір ойлануға болады. Ал баяғыда сіз айтқандай, бәрі анау жерде қазды қалды, анау қазды қалды. Қазір ондай қылмайды. Қазір айтып отырма жауап береміз. Значит, онда жауап береді. Егер жауап бермейтін болса, біз сотқа береміз. Ешкім жоқ, сынауы жоқ, артынан ешкім не мынандай активный адам балалар жоқ, соның кесірі ананда қазды, мынанда қазды, бәрі артынан қалды. Ал қазір бұлардың положениялары қалай болады бізге? Ауылға деген қалай жасайды? Одан да басқа. Мынау Асланның арықтың жағасында ғой. Мынау Асланның каналы, мынау трасса. Бұл жердегі Саматтың мынау несі? Пияз. Мынау Баупан жомар шығасы, мынау Азаттың пиязы көрсетіп тұрған. Мынау соның ар жағында карьер. Ана патруль Абайдан бері біздің слейбіні Абайдың границасымен бір бұл жер қазір мына жер қоя тұрыңыз мен айтайын. Мына тұрған жеріңіз мына бұлай бөліп тұрған жеріңіз мынау Шамсаттың жері. Мынау мына жердегі мынау жерде фазенда болу керек. Егер мен білсем мынау тура сол. Өйткені мынау былайынан 1-300 километр ұзындығы. Мы бы даже не рассматривали здесь частную зону. Силатистер отыр болса ғой. Мы же уже Шәмшеттің жері болса да алған жерлер болса. Бұл Шамсат
Все политой. Вот это политой. Сейчас Директорлеріңіз кім сіздердің? А вообще вот этот большой канал наш. Жоқ, кім фамилиясы кім директор? Директорлеріңіз танымайсың ба? Жоқ, айтыңыз. Там ровно ничего нет. Басқа картасы бар ма? Жоқ, музыкада ғой аға, доступный карта. Планета Землядан Мы понимаем вас. Просто вот бұл қанатыңда карьер емес. Қанат кім? Жаңа айтқан дұрыс. Мен мынаны біліп тұрмын. Өйткені қараңыз, қазір мына жерде канал тоқтап кетеді ғой. Мына жер өзі клин болып басталады. Тура подхозға барады. Сөйтіп канал болып басталады. Тура сол подхоздың түбі ғой. Қазір мен шанса көріп тұрмын. 15 километров. Сколько? Сатып аласың деп арендаға ғой, сол арендаға беру, тарихы біреуге арендаға беру. Жоқ, это бұл былай ғой. Ол бәрі жеңілмекені мысалы өзінің жерінен барып қазған өзінің пайын баяда басқаша оның үшін егесі бар. Бірақ әрбір халықпен санасы ғой, бұл сол үшін келіп тұр да, халықпен санасы ойланып білу керек, кім не айтады деген сияқты егесі бар. Енді сіздің кім есіңіз? Нұржамал, сіз енді тыңдаңызшы. Біз сізді түсіндік, айтып жатқаныңызды, қазір қандай неме мәселеме келгеніңізді. Енді сіздер таңда жиналыс жасайсыздар, басшыны алып келесіздер. Сол жерді нақты дәлелдейсіздер. Қазір сіздер өздеріңіз білмей тұрсыздар да жердің нақтысын. Картада көрсетіп тұрсыздар. Сол енді білетін адам сол жерге барамыз. Біз де жиналамыз сол жерде. Нақты қай жерден аламыз жерді? Иә, біз нақты жерді көруіміз керек. Жаздырсыздар ғой, былай ғой, бұл қазір енді түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Иә, сол жерді қашан алатын әкім де білмейді, заказчик те білмейді. Шындығына келгенде. Бұл кісі экология рұқсат қағазын алады, лицензияны алады, одан кейін әкімге келеді. Жоқ, дұрыс. Енді қарасаңшы, біздің шырылдап тұрғанымыз мынандай. Біз мына жерде отырған кісілердің бәрінің жер шаруашылығымен айналысады. Бізде бәрі суғармалы жер, бізде суғармасыз деген жоқ. Бәріміздің басымызда 15-20 гектардан жер. Иә, ол жерде мен көрсетіп тұрған, сіз көрсетіп тұрған жердің жанында қатарында тұрған ол пияз. Мен өткен күнде барам, мен білем ол жерді. Енді біз сол жердің егесін нақты білуіміз керек. Ол сол жердің егесі береді ғой нақты. 14 мысалға 14 гектарды арендаға. Ол сіздер өздіктеріңізге келіп ала алмайсыздар ғой. Жердің егесі де керек бізге. Оны да жиналысқа шақыру керек. Сол жердің басына бару керек, білу керек бізге. Біз қазіргі сіздердің беріп жатқан жиналыстарыңыздың бәрін түсініп отырмын. Бірақ келесі жиналысыңызда басшыңызға айтасыз, обязательно келеді осы жерге. Жердің егесін де алып келеді. Біз нақты сол кезде сөйлесеміз. Шешім қабылдаймыз. Сол кезде шешім қабылдаймыз. Просто наша цель была рассказать вам, что вообще планируется, как, что это делается, и показать, что мы в целом ничего такого для вас, ничего плохого не сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды істедіңіздер ғой, болды, кездестіңіздер, халыққа айттыңыздар. Ендігі біздің требовать етіп жатқанымыз бізге соның жаңағы именно басшысы, соның жауап беретін, содан кейін оған біздің қоятын сұрағымыз бар. Қазір біз бұл қарындасқа қойсақ, ол дұрыс жеткізе ала ма, біз дұрыс жеткізе алмауымыз мүмкін. Сондықтан сол кісінің өзі келу керек, содан кейін жаңағы кімнің жер екенін соны ол біліп келу керек. Ол содан кейін бұл. Біздер қазір алдағы уақытта тағы бір жарым айда тағы осы кен орны бойынша тағы да қоғамдық тыңдау өткізіледі. Ол бойынша сізге өзіңізге телефоныңызды алдық қой, таныс болып жатырмыз, айтамыз. Бір ай алдын, бір жарым ай алдын осылай өткіземіз тағы. Ол кезде уже директорды алып береміз. Өйткені қараңыз, біз қазір сізге мен сұрақ қойдым да, сіздерде завод бар ма, қай жерге тасисыздар десек, оны білмейсіздер. Біз қазір сұрақ қояйық десек, сіздер оны да білмейсіздер. Сіздер қазір ол хобаменен оны біздің ауылдың ішімен таситын шығарсыздар. Бізге ондай керек жоқ. Ауылдың ішімен таситындай жол сіздерге кіріп тұрған жоқ, картадан көріп. Жоқ, негізі де ондай көп қой, ондай. Кім қарындасым, мынандайда сіз қазір әдемі айтып жатсыз ғой, мусорный ящиктер қойылған, бізде ондай карьерлер қазылған, как попало қалдырды, бәрі яма болып жатыр. Оның тереңдігі бар, оның кім жауап береді? Оның бәрі картамен, қағаз жүзінде, суретпен әдемі. Сондықтан ол сіз өзіңіздің жұмысыңызды бітірдіңіз, халықпен кездесіп, айтып бәрін түсіндірдіңіз. Бізге керегі енді соның басшысы конкретно жауап береді, сосын КАМАЗы қай жақтан жүреді, қалай жүреді, қай жаққа, қай бағытқа тасиды.
районның Сұрақ жауаптарға жауап беретін комитетке именно жаңағы картамен көрсетіп енді онда қоғамдық тыңдаудың қорытындылары қазір енді регламент бекіту туралы қатысушылардың шешімі бір ауыздан қарсы емес, қарсы қалыс қалды. Ал қарсы қалды. қалай Қарсы емес, қарсы қалыс қалды. Регламентіне бекіту туралы қатысушылардың қалыс шешімі. қалды ғой Қалыс қалды ғой енді. қалыс қалды сіздер айтасыздар ғой жол деп мына жол основной жолға дейін шығуға білесіздер бүгін кардинальный жол шығарылады қарындасым ондай бар ғой оның бәрі грамотно айтылады біз бар ғой ондай карьерді қарындасым шығарыңызшы ең жақын жол таразға через нас через нас понимаете оны біз білеміз бізде мынандай или болады через қараңыз ровный или через вот один ол мынандай болады қарындас мен сізге былай қазақша айтып берейін ба қараңыздаршы мынаны қараңыз өйтіп оны қалай көргенбіз біз былай ауылға кірмейміз айналып кетеміз дейді да потом тұмсық тығып жұмыс істегеннен кейін ортамен жүрсе содан біз гаи боламыз ғой стоп тоқта неғып жүресің потом біреудің жәкесі бар біреудің әкесі бар біреудің жекжаты бар соныменен асфальттың бәрін құртады понимаете ол сол сияқты нәрсе ол көп та игеру үшін экологиялық рұқсат алуға арналған қоршаған ортаны қорғау бөлімі қоршаған ортаға эмиссиялар нормативтер жобасы қалдықтарды бақылау өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және іс-шаралар жоспары материалдарын қолдау иә немесе жоқ материалдар Жоқ, қолдамайды. жақсы рахмет не